Қайтайын қиналса, тағы қыз туапты, қайтайын. Отырын олар, тұрып ағай. Ана шылын көрдің ба бұлады, шықпай ағай. Шықпай ағай. Ей, құрғырлар, көрдің ба бұладың, ана шылын. Шынымен қиналып жатыр екен келін. Ей Алла, шақырын беті көріп келдім, ей. Қыздар, шақырын, бейбіраққан шақырын. Тез. Қатындар қайдасындар, шақырын анау. Бөбен қайда, бейбіраққан қайда. Ей, мына сәл туайын деп атыр, Алла. Алла, көмегіңді бере көр мендей пендеге, келінімді аман қыла көр. Алла, қыз туса да, ұл туса да аман қыла көр. Періштемді аман қыла көр. Алла, көмегіңді бере көр. Алла, көмегіңді бере көр. Ай, жаным ау, келінім ау, аман боламыз. Алла. Ай, ұлтыңды, ұл. Мен, ай, қаттар балатын шықты кен. Болды, тұр, енді тұрамыз, тұр, қатындар кен. Балатын шықты. Ай, шақыр жаңағын ақбөкен қайда, қарақазан қайда, айт, ақыр қарақазан. Айтпа, қарақазан қайда, ойбай. Болағыр, Аллам, жетесе көрш, Аллам. Қарақазан қағылды. Баланың даусы неге шықпай жатыр? Ақкөкем қайда? Күлдіреуішті неге алмай жатыр? Бұрын бізде Құдай бергенде осындай болған, күлдіреуішті алған біз. Бақай, шүйінші, тіл олды болды. Еу, жарығым. Анамның да осы естілгені. Бұл оқиға сонау 1961 жылы өзімнің үлкен атамның шаңырағында орын алған оқиға. Қазақтың салт дәстүрі берік сақталған, аналардың ақ тілек ақ батас үзілмеген қасиетті отбасында 6 қыздан кейін өмірге келген бұл ұл менің өзімнің туған қайнатам болатын. Бұл бейне жазбамен біз сізге көп үйде айтылмайтын, бірақ жүрекке ауыр тиетін шындықты көрсеткіміз келді. Ер бала болса екен деген өкініш кейде келінге бағытталған қатал сөзге, оны жазғыруға айналып жатады. Ал перзенттің ұл немесе қыз болып дүниеге келуі Алланың ғана қалауымен болады. Келінді 6 қыз туған үшін кінәлау емес, қолдау көрсету, ұрпақтың амандығына жасалған дұға деседі. Ене мен келін бір-біріне мейіріммен қараса, шаңырақ шайқалмайды. Керісінше, ұрпағы тамыры тереңге жайылған мәуелі бәйтерек болады.